Сіздермен қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылып өтіңіз. Видео астына бірден алып келісім басып қойып, жаңа жылдан бастап зейнетақы мен жәрдемақы қанша пайызға өседі? Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әлеуметтік жәрдемақылардың түрлерін қанша көтеру жоспарланғаны туралы ақпарат берді. Келесі жылы зейнетақы мен жәрдемақыны төлеуге 5,4 триллион теңге бөлінеді. Ел тұрғындары баспана алу және емделу бойынша 3,7 триллион теңге зейнетақы жинағын жұмсады. Министрлік берген ақпаратқа сәйкес 2024 жылы инфляция 7% артады. Еңбек министрлігіне мемлекеттік әлеуметтік төлемдердің осы түрлері аударылды. Атап айтқанда бұл мүгедектігі және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан еңбекке қабілеттілігінен айырылу және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша әлеуметтік төлемдер, номер 1 және номер 2 тізімдер бойынша мемлекеттік арнайы жәрдемақылар, жерлеуге қажетті бір жолғы төлем, бала туына байланысты бір жолғы әлеуметтік жәрдемақы, 1,5 жасқа толғанға дейін бала күтімі бойынша ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы. Және видеомыз кеңінен тарап, басқаларда хабардар болу үшін видеомыз жақындарыңызға, достарыңызға таратып қоюды ұмытпаңыз.